Көріңіздер және сақ болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алаш ақпаратынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. 18 наурызға арналған ауа райы болжамы. Қазгидромет болжамынша 18 наурыз күні Қазақстанның батысы мен шығысында атмосфералық ағымдардың өтуіне байланысты ауа райы құбылмалы болады. Кей жерде жауын-шашын жауады, республиканың қалған аумағында ауа райы жауын-шашынсыз болады. Басым өңірде тұман, көктайғақ болады, жел күшейеді. Қызылорда, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында тұман, түнде кей жерде көктайғақ болады. Күндіз кей жерде 15-23 миллисекунд. Атырау, Қостанай, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Ақмола және кей жерлерінде тұман түседі. Жамбыл, Қостанай, Шығыс Қазақстан, күндіз Ақмола облыстарының кей жерінде 15-23 миллисекунд жылдамдықпен жел соғады. Алматы облысында түнде кей жерлерде тұман түсіп, жел күшейеді. Түркістан облысының кей жерінде желдің жылдамдығы 15-20 миллисекундқа жетеді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.